Ассалаумағалейкум, брат, есімің кім болады? Мансур. Мансур, прическаң қалай аталады сенікі? Білмейсің ба атын? Барғанда не деп айтасың, қалай алып береді? Сол просто екі жағын аласың, үстін қалдырасың. Просто сөйтіп айтасың болды, иә. Саламатсыз ба? Есіміңіз кім болады? Айғаным. Айғаным, сіз осы ботекс туралы не ойлайсыз жалпы? Көзқарасыңыз қандай? Елу. Қолдамайсыз да и не қылмайсыз да, иә? Иә. Жарайды, рахмет сізге. Ассалаумағалейкум, брат. Есімің кім болады? Мадияр болады. Мадияр, көңіл күйің жоқ сияқты. Нормально. Нормально ма? Енді осы көңіл күйге байланысты бір сұрақ қояйын деп едім. Адам күнде көңілді жүру үшін не істеу керек? Күліп жүру керек шығар. Күліп жүру керек, иә? Сондай шығар. Білмеймін. Не істеу керек? Не істеу керек? Ассалаумағалейкум, брат. Есімің кім болады? Әнет, осы өзің байқағандай қазір Алматыда, былайша айтқанда, индустар, иә? Сен өз көзқарасың қалай жалпы ол кісілер жөнінде? Жақсы. Негізі туризмнің дамуына келіп қалады осы бәрі. Жақсы. Жақсы. Зияны жоқ қой ешқандай. Зияны жоқ, иә? Ассалаумағалейкум, брат. Есімің кім болады? Ағарыс. Ағарыс, жалпы прическаң атын білесің бе өзің? Жоқ, білмеймін. Просто көріп айта салған ғой, осылай істеледі. Атын бүйтіп сұрап көріп интерес болмады. Иә, мен өзі ауылда өскеннен кейін де біз андай сұрай берейінбіз. Прическаның аты даже прическаның аты болатын. Қазір сен не естіп отырмын да.